Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығы ұзақ жылдардан жалғасып келеді. Бұл экономика болсын, өнеркәсіптің түрлі салалары болсын, сонымен бірге жас буын ұрпақтарымызды да бірлесе еңбек етіп, әріптестік орнатқан. Тұңғыш президент күніне орайластырып, Петропавлда балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының белсенділері жиналып, халықаралық деңгейдегі форум өткізілді. Білімді, дарынды болуларыңыз елдің, мемлекеттің дамуы, болашағы. Бұл біздің болашағымыз. Сіздер болашақты баянды етулеріңіз қажет. Форумға Ресей Федерациясының Қорған, Түмен облыстары, Көкшетау мен Қарағанды қалаларының балдырғандары жиналған. Облыс орталығында өткен кездесу барысында 3 күндік Қызылжар өңіріне жасаған сапарларын қорытындылап, ұйымдастырушы өкілдерге алғыстарын жеткізді. Біз Петропавлға келгенімізге қуаныштымыз. Ыстық ықыластарыңызға рахмет. Достығымыз ұзақ болсын дейміз. Өңіріміздегі кездесуде ресейлік делегаттар мен көрші өңірдің жастары бірігіп, үлкен проблемаларды талқылап та үлгерген. Айтуынша 3 күннің ішінде достық қарым-қатынастарын нығайтып та үлгеріпті. Ал форум соңы қонақтарға арналған концерттік бағдарламамен аяқталды.